Тұран репертуарында қазіргі таңда бізде 50-ге жуық шығармамыз бар. Бұл шығармалардың арасында түрлі түркі халықтарына ортақ шығармалар бар. Қазақ композиторларының шығармалары, авторлардың шығармалары әртүрлі, түрлі авторлардың сөздеріне жазылған шығармалар. Бұл шығармалар әрине біздің жаңағы түркі ағайындардың ортақ салт дәстүрін, ортақ мәдениетін, ортақ тарихын көрсетеді. Бүгінгі таңда Тұранның 5 альбомы бар. Сол 5 альбомы ең жаңасы осы жақында Тамыр деген жобамен шыққан болатын. Тамыр жобасында бізде әртүрлі түркі халықтарының шығармалары бар. Соның ішінде әрине ең әйгілісі Эр-Тұран шығармасы. Бұдан бөлек бізде осы Түркияға қатысты біз мехтерді жасаған болатынбыз. Содан кейін Ашық Веселдің шығармаларын жасаған болатынбыз жақында. Жалпы негізі біз Тұран ансамблі өзіміздің музыкамызбенен, жалпы өзіміздің өмір салтымызбенен, сөйлеген сөзімізбенен әр елді қай халық болмасын барлығын татулыққа, бірлікке шақырамыз. Сондықтан да қазіргі геосаяси тұрғыда болып жатқан әлемдегі жағдайларға байланысты сіз менен Палестинаны сұрап отырсыз. Әрине өкінішті, ол жақта тезірек соғыс аяқталып, бейбітшілік болып, қай ел болмасын барлығы жаңағы осы татулыққа келіп, бұл әлемде тек қана жақсылық болып, соғыс болмай, аман есен қайтадан бұрынғы өзіміздің әдемі заманымызға жетсек па деген ойымыз бар. Жалпы енді түркі әлеміне Тұран ансамблі ең әуелі осы Ер-Тұран шығармасымен әйгілі. Бірақ біз 2023 жылы Тұран ансамблінің 15 жылдығы қарсаңында үлкен бір жоба бастаған болатынбыз, Тамыр деген. Сол Тамыр жобасын үлкен концерт болып Алматыда аяқтадық 15 жылдығымызды. Сол кезде түркі мәдениеті мұрасы және қоры атынан бізді түркі мәдениетінің музыкалық амбассадоры ретінде жариялады. Сосын жалпы түркі мәдениеті бізді түркі мәдениетінің музыкалық бренді деп жариялады. Сондықтан біз үшін сіңіріп жатқан және де осы насихаттап жатқан шығармаларымыз бірігуге, рухани баюға, сосын түркі мәдениетінің ынтымақтастығын нығайтуға шақырады. Сондықтан мен ойлаймын, енді түркі әлемінде біздің тыңдармандарымыз жалпы сүйіп тыңдайды бізді.